шишо ашимини шуи. Әйтпесе түсінбейді. Құдайға шүкір бет жетеді екен бұл кісіде. Қазығұрттың басында кеме қалған құдағиым болмаса неге барғам деп жаң. Құйрық сияқты жұмсақ болсын деп береді. Ан жақтан қызы тұрады, ой мама, не бойся, я плавать умею деп жаңағындай. Сұмырай боласың деген мақал бар. Әр жердің салты басқа, дәстүрі басқа, итінің өзі қара қасқа дейді ғой. Мысалға Тараз, Шымкент, сол жақтарға барғанда о жақтың енді тойханаларын көрген кезде біздің аузымыз ашылып қалады, мойындау керек. Тараздың тойханалары деген кешегі Сұлтан Сүлейменнің сарайлары ғой, үлкен-үлкен. Бірақ Таразда біздің етімізді мойындау керек деп ойлаймын. Біздің мұна солтүстіктегі ет деген енді бұлай ғой. Оны анау официанттар көтере алмайды бүйтіп. Әзер әкеледі, көрсетіп ортаға қояды жаңағындай. Енді әр жердің салты ғой. Мысалы солтүстік суық болғасын біз етті бір майлатып, жайлатып жегіміз келеді ғой. Олай болса сол бір арқаның етін көріңіздер, шапалақ ұрыңыздар. Ет дайын болды ағайын, қабыл алыңыздар. Қазақтың ұлттық тағамы. Міне. Москваға кетіп бара жатқан Вагнердің армиясы сияқты. Еще осылай тоқтайды. Ана бейшара жылқы тірі кезінде мұндай құрметті көрген жоқ шығар ағайын. Сонау жақтан 2000 шақырымнан келген құдаларға бір живой шапалақ ұрайықшы. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Енді ең алдымен біздің Асылжан келініміздің әкесі мен анасы осы жерде бар ма? Көрсетсеңіздер, мен таныстырайын. Сәл бер шықсаңыз, құда келіңіз. Біздің Қайнар ұлымыздың атасы, Асылжанның әкесі, осылай Асылжандай қызын міне бізге табыстаған құдамыздың есімі Бакен. Сакен Бакен. Сакен Бакен дейсіз бе? Мен Бәтен, үшін Батя деп айтама деп атқаным ғой. Бәкен құдаға шапалақ ұрып қойықшы кәнекей, атасы. Және Асылжанның анасы, Қайнардың енесі, есімі? Назира құдағайға шапалақ ұрып қойықшы. Сіздерге үлкен рахмет. Құдағайыңыздың жанында тұрсаңыздар, екеуіңіз соңғы сөйлейсіздер. Ал енді құдалар, енді жаман үйді қонағы билейді деген сүйегімізге таңба басылмасын. Заңға бәріміз бағынайық, 3 адамды шығарып беріңіздер. Осы құдалардың атынан сөйлейді деген ақсақалдарыңыз бастасын. Кәне, ата, өзіңіз ба? Асаба, переживать етіп атыр енді. Бұның да программасы бар ғой. Біразын енді қысуға тура келеді саған. 10 минутың жеп қойдым. Қысуға дегенде қолыңызды қысқын кеп тұр мен, болды ата. Осындай сөзі. Қазір осылай тілекті бәрі айтады ата. Бірақ ақыл айтатын қария жоқ қазір, қазақта азайып атыр. Сондықтан сіз артық ештеңе айтқан жоқсыз. Особенно маған енді кейін кезде өшерде Гүлбағи деген құдағиым бар. Соғысы менің өте рухани духымды көтеріп кетті. Танысыға шақырды кеше мысал үшін. Содан кейін Таразда қалып кетем дегенде қатты ойланып қалдым. Кеткісі келмей қалды. Сіз Нұрғали Нүсіпжанмен туыс емессіз ба? Туыс емеспін, бірақ танимын. Танисыз ба? Сол кісі де 82-ке келгенде қиялдап еді, сіз құсап. Ертең смокинг киіп, Тараздан құдамы жүрмесін. Кроссовки киіп ап аяғында Қазығұрттың басында кеме қалған құдағиым болмаса неге барғам деп жаң. Рахмет, рас. Нұқтан тараған ұрпақ біз дейсіз ғой ата. Рахмет. Төркінін түсініп отырым сөзіңіздің. Рахмет. Енді қазақтың дәстүріменен екі құда бір-бірін құшақтап қойып, қалың ел ағайын соған куә болайықшы. Астана, Тараз
Құда, сіз төрге келіңіз. Мынау шапалақ сізге. Тараз. Астана. Так, Жігер аға, құшағыңызды ашыңыз. Құшақ. Дұрыстап, құшақ. Сіз құшағымен шалмай тұрған шақ сияқты тұрсыз ғой, сәт ашыңыз. Сосын 3 ретті болады ғой, бір андай бірін-бірі көтеріп, ондай керек емес. Сіз қазір дзюдо күресіп кетіп жүрмеңіз, мына жерде шығып алып жаңағы бүйтіп, "Haydi прогиб" деп неше түрлі ондай жасап жүрмеңіздер. Просто 3 рет төс қағыстырамыз, сонымен құдалықтың печатын басамыз кәнекей. Ал, дуғал шапалақ, вперед! Біреу, екеу, үшеу, дуғал шапалақ міне екі әкемізге. Рахмет. Енді екі анасы. Құда, мен жұбайыңызға, құдағиға өтте риза болып тұрмын. Біз жақта, мысалы, қыз бергендер сіз сияқты сөйлемейді. Бізде, мысалы, жылап, "Қызым барған жерінде судайсыны тастайманы." Ан жақтан қызы тұрады, "Ой, мама, не бойся, я плавать умею" деп жаңағындай. Құдағи, ан жақтан келін күліп тұр, қызы күліп тұр, құдағи да өзі бүйтіп, "Бақытты бол, мен саған сенемін" деп қайта рух беріп атсыз. Сіздің жұбайыңыздың жақсы екенін мен осыдан біліп отырмын да. Мысалға, жапондықтарда мынандай мақал бар екен жаңағындай. "Қылышың жақсы болса, самурай боласың, қатының жаман болса, сұмырай боласың" деген мақал бар. Жаңа жездем өзі айтты маған. Бізде осындай мақал бар, соны айтшы дейді да. Көрдіңіз ба? Жақсылығы ғой, шарапаты тиіп атыр соның. Ал, енді бір-біріңізге қарама-қарсы тұрыңыздар. Екі шешесі. Кәне, бұлай, жоқ, жақын, жоқ, сіздер төс қағыстырмайсыздар. Просто бір-бір, жоқ, андай, Головкин мен Альварес сияқты тұрыңыздар. Қолдарыңыз ұстаңыздар. Бір-біріңізге тура қараңыздар. Тура. Жанар апа, что-то духың жетпей жатыр ғой, қарасайшы. Көзбен сөйлесіп алыңдар бір-бірі. Жалпы Қайнар, Асылжан, осы екеу тыныш болса, сендер тыныш боласыңдар негізі. Жалпы қазақ жайдан жай істемейді ғой. Мысалы, ана атам жаңа құдалашықты қалай дәстүрді айтты. Қазақта құйрық бауыр деген дәстүр бар. Құда-құдағиға беріледі құйрық бауыр. Таразда бар ма ондай? Бар. Бауырды құдаларға береді. Бауырмал болсын деп береді. Құйрықты құдағиларға береді. Екі жастың арасына түсе бермей, жаңағындай. Құйрық сияқты жұмсақ болсын деп береді. Сөздің төркінді түсініп отқан жоқ. Тура қараңыздар бір-біріңізге. Ал, сіздің осындай құдағайыңыз бар міне. Ризасыз ба? Ризамын. Ризасыз. Сіздің осындай құдағайыңыз бар. Ризасыз ба? Өте ризамын. Өте ризасыз ба? Өте риза болсаңыз, құдағайыңыздың бетінен Құдайға шүкір бет жетеді екен бұл кісіде. Сүйіп алыңыз, шапалақ ұрып қояқшы кәнекей. Кәне, төртеуін суретке түсіріп алшы, төртеуін. Қыз бергендер шетте қалмасын. Шишо, ашимини шуин. Әйтпесе түсінбейді. Бақытты болсын балапандарыңыз. Ал, құда-құдағиды орнына шығарып салыңыздар. Қошеметтеріңіз жайғасамыз стол басына.